Mümkün be? Gelin. Gel kızım. Gelin, oturun apa. Otur. Şeni usularıma katta bir narsa bolsa boldu qoşup keledi. Bularga memleketlerimiz жеңип берип деп не? Осылай істей беру керек екен. Bizler jana keldik doktor. Korkatığımda esat yok apa. Hazır dərə жазып беремен. Соны жақсылап алып, емленсе аттайып кетеді. Мына kızım қайта жаман болып атыр. Айтып отман ғой, дәрілерін алса жақсы болып кетеді. Болады, yaxşı. Мына дәрілерді уақытында ішсін. Содан кейін жақсы болып кетеді. Жүр kızım. Alo? Anam ben keldim bu. Hayırga barayın. Өзім мәз төмен. Тұрман аз, барадым аз. Mama. Hau balam. Mama қатты ауырып тұр мынау. Ішім қатты ауырып баратыр мама. Тез жәрдем шақырмасаңыз болмай тұр. Ой, температураң көтеріліп кеткен ғой. Ай, кім бар? Тез жәрдемге қоңырау өтіп жіберің. Кім бар мияқта? Qani, tez operatsiyaga. Доктор, қызымның жағдайы қалай? Operatsiya juda жақсы өтті. Неге ертерек әкеле қоймадыңыз? Кеше алып келіп едік. Ал? Ана доктор қызының еш жеріне естат жоқ деп қайтарып жіберді. Жақсы, сіз қауітеленбең. Қызыңыздың жағдайы жақсы. Рахмет. Қауітеленбең. Рахмет сізге, доктор. Болады. Сен ант бергенсің. Сен алдыңа келген адамға қарап емес, берген антыңа қарап іс қылуың керек еді. Біреуіне қарап, өтіп кетеді ғой деп бейпарвалық қылсақ, ал басқасына өзіміз алдына түсіп жуырсақ, Шипакер деген бұл бір адамның үмітін саған тапсырғаны. Ал сен сол үмітке қарап емес, өз мәпіңді ойлап әрекет қылғансың. Бүгін ол тірі қалды. Ал ертең не? Ертең кімнің баласы сенің пайданың құрбаны болады?